Бүгін 22 қазан 2025 жыл. Біз бүгін микровериндердің қанша сантиметрге өскенін өлшейтін боламыз. Бұл бізде ноқат. Ол 15 сантиметрге өскен. Арпа. Он 1 сантиметр. Марш 5 сантиметр өскен. Бұл суы. Бұл да 5 сантиметр. Бізде ноқат 15 сантиметрге өскен. Арпа 11 сантиметрге өскен. Маш және суы 5 сантиметрге бірдей болып өскен. Ол біздің рикула. Біздің мектепте өскен микровеин. Біз бұны қазір мектепте сауда-саттық қылып сатамыз. Бұның ғылыми атауы егістік шатрус. Ноқат бұл бұршақтар емдік қасиеттерге ие. Себебі оларда организмді тазартатын, зиянды бактерияларды өлтіретін, іш қатуды бейтараптандыратын және шірік процестерінің дамуына жол бермейтін, ерімейтін және еритін диеталық талшықтар бар. Салат жапырағын күнделікті ас үйде қолданғанымызбен, оның медицинада атқарар қызметі өте зор. Бұл тағамға ерекше дәм береді, әрі адам денсаулығын нығайта түседі. Салат жапырағының денсаулыққа пайдасын бірі білсе, бірі біле бермейді. Салат жапырағының емдік қасиеттерін ұсынамыз. Салат жапырағының құрамында С, дәрумені және кальций, темір, иод, калий, мараш, фосфор мен мыс секілді минералды заттар бар. Сонымен қатар көп кездесе бермейтін лактоцин деген зат бар. Бұл жүйке жүйені тынықтырып, ұйқыңызды жақсартады. Ағзадағы тұздың мөлшерін реттейді. Бұдан асқақ биятында сарымсақ та витамин С бар. Ол ықылық қылжыратын бактериялардың өсуін тежейтін ықпалын жасайды. Жалбыз, ерін гүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық тамыр сабақты өсімдік. Қазақстанда жалбыз туысының 10 түрі өседі. Соның ішінде дәрілік мақсатта көбінесе жалбыз қолданады. Және де бұл өсімдіктің басқа түрлері парфюмериялық, санитарлық, гигиеналық мақсаттарда қолданылады. Дәрілік өсімдіктердің бірі ол жалбыз. Ақжелген шатырлы тұқымдасынан 2 жылдық шөптес өсімдік. Барлық жерде өсіріледі. Көбірек тараған сорттары сахарная және бордовик. Сахарная тез пісетін сорт, тамыры қоныс тәрізді болып келеді. Бордовик петрушкасының тамыры ұзын да цилиндр тәрізді. Сахарнаяға қарағанда ұзақ сақтауға болады.